Сәлем достар, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Попова-Казакова кітабының 6-шы сабағын өтеміз. Фразаларды оқимыз. Pierre est sérieux. Pierre, серьезный. Marthe est sérieuse. Martha, серьезная. Mathieu n'est pas paresseux, mais il est distrait. Mathieu, адамның аты. Paresseux дегеніміз жалқау емес. Мына жерде не па дегеніміз отрицание. Яғни болымсыз сөйлем. Ондай емес деген, жалқау емес. Mais дегеніміз бірақ. Il est distrait. Il est деген ол, distrait аңқау. Denise est très belle. Denise өте әдемі. Elle a les yeux gris et les cheveux frisés. Оның сері көздері бар және фризе дегеніміз, les cheveux дегеніміз шаш, фризе бұйра шаштары бар. Фризе бұйра. Ce monsieur est vieux. Мына мырза қарт дейді. Il ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas. Ол тұра алмайды. Vivre тұру. Peut pas дегеніміз бұл жерде не может деп аударылады. Ол өзі тұра алмайды. Marie est heureuse. Elle va à Paris. Мария бақытты. Ол Парижге барады. Mettez ici les fleurs. J'aime ces fleurs bleues. Mettez дегеніміз қой. Мына жерге қойыңыз. Мына жерге гүлдерді қойыңыз. Мен мына көк гүлдерді жақсы көремін. Je peux être prêt vers 2 heures. Мен сағат 2-лерде дайын бола аламын дейді. Quelle heure est-il? Сағат неше? Il est 2 heures. Il est 10 heures. Il est 9 heures. Сағат неше? Quelle heure est-il дегеніміз. Il est 2 heures. Сағат 2 болды. Одан кейін 10 дегеніміз 10 болды. 9 дегеніміз 9. Жоғары жақта сіздерге жаңа сөздер берілген. Қарап алсаңыздар болады. Ғидың аудармасы серый. Мына оттық қой. Қазір сіздерде текст берілген. Текстті оқимыз. Monsieur Mathieu n'est pas jeune. Матью мырза жас емес. Jeune дегеніміз жас. Il est malade. Il ne peut pas vivre seul. Il est malade, ол науқас. Ол жалғыз өзі тұра алмайды. Il demeure avec sa fille Catherine. Ол өзінің қызы Катринамен бірге тұрады. Demeurer деген етістік бірге жалпы тұру деп аударылады. Avec деген бірге. À cette heure, monsieur Mathieu est déjà levé. Il est assis près de la fenêtre. Il lit. Il regarde par la fenêtre. À cette heure дегеніміз сағат 7-де monsieur Mathieu уже тұрып алған дейді. Déjà levé. Il est assis près de la fenêtre. Ол терезенің жанында отырады. Il lit. Ол оқиды. Lire етістігі. Ол терезеден қарайды. Vers 7h30, Catherine sert le petit déjeuner. Сағат. Бұл жерде 7h30 дегеніміз 6:30-да Катрина таңғы асты дайындайды. Peu après, la jeune fille part et monsieur Mathieu reste seul. Кішкеннен кейін, peu après дегеніміз сәлден кейін, la jeune fille, қыз, кетеді. Матью мырза өзі қалады. Rester, қалу деп аударылады. Catherine va à la pharmacie. Elle y travaille. Катрина аптекаға барады. Пharmacie дегеніміз аптека. Ол сонда жұмыс жасайды. La pharmacie est près de chez eux et la jeune fille y va à pied. Аптека оның үйінің жанында және
оған қыз жаяу барады дейді. Яғни Катрина онда жаяу барады екен. Мына жерде сіздерде жаңа сөздер берілген. Енді диалог. Мадам Миках секретармен сөйлеседі. Est-ce que je peux parler à monsieur Mathieu? Мен Матью мырзамен сөйлесе аламын ба? C'est de la part de qui? Кім звондап тұрған деп сұрайды секретаря. C'est de la part de sa sœur, мадам Миках. Мен оның сіңлісімін, қарындасымын. Микарк ханым звондап тұр екен. Je regrette, madame, monsieur Mathieu n'est pas là. Il est à Marseille. Il sera là jeudi. Je regrette дегеніміз өкінішті деген, мен өкінемін, бірақ Monsieur Mathieu мұнда емес дейді. Орнында емес. Ол Марсельге кеткен. Четверг күні болады. Мұнда сөздер берілген. Қараңыздар. C'est de la part de qui деген. Кто говорит, кім? Сөйлесіп тұрған кім деген мағына. Мына жерде сіздерге оқу ережелері берілген. Оларға тоқталмаймын. Енді упражнение в чтении. Оқиық. Үй әріптері сөз соңында келген кезде ө дыбысын береді. Қазақша ө дыбысы. Соған арналған тапсырма. Feu, peu, je, veux, bleu, que, ce, pleu, veut, ne, mieux, lieu, pieux, dieu, adieu, milieu. Creux, creuse. Nerveux, nerveuse. Radieux, radieuse. Malheureux, malheureuse. Fameux, fameuse. Je, jeune. Ce, seul. Ne, neuf. Peu, peur. Que, cœur. Me, meurt. Pleu, pleure. Veut, veuve. Acheter, amener. Relever. Acheter. Appeler. Ficeler. Cacheter. Samedi. Prévenir. Devenir. Atteler. 6 élèves. 10 heures. 2 exercices. 10 années. 2 amis. 6 arbres. 2 images. Vieux amis. Vieux amis. 10% de boîte. Jeunes élèves. Belle étagère. Premiers exercices. Jeunes aviateurs. Vieux arbres. Derniers articles. Maître, fenêtre, peuple, aveugle, lièvre, siècle, filtre. Amical, canard, cidre, pièce, victime, macaque, milice, recette, facteur, nécessaire, spécialiste, cigare, placard, crabe, certificat, capitaine.